Қайырлы күн әріптестер, бүгін КМЖ құрудағы 3 негізгі критериймен бөлісетін боламын. Осы 3 негізгі критерийді біз КМЖ құруда басты назарда ұстауымыз керек. Бірінші критерий – мақсаттар. Сабаққа оқу мақсаттары оқу бағдарламасына сәйкес алыну, сабақтың мақсаты оқу мақсаттарына сәйкес негізделу. Сабақтың мақсаттары оқу мақсаттарына сәйкес келу және ойлау дағдыларының деңгейлері сәйкес смарт форматында тұжырымдалу. Екінші кезең бізде оқыту әдістері. Яғни КМЖ құрғанда 1-2 әдісті таңдаймыз. Ол таңдалған әдістер бізге оқу мақсатына қол жеткізуге қалай ықпал етеді? Барлық білім алушылардың оқу процесіне тартуға қалай әсер етеді? Жеке және ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім алушыларды қалай қолдайды? Яғни бұл жерде ерекше білім беру қажеттіліктері бар дегеніміз инклюзивті оқушыларды көрсетеді. Келесі критерий – тапсырмалар. Яғни біз КМЖ құруда 2-3 тапсырма шеңберін қарастырамыз. Сол тапсырмалар бағалау критерийлеріне және ойлау дағдыларын дамыту деңгейлеріне қаншалықты сәйкес келеді? Тапсырма білім алушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға қалай ықпал етеді? Тапсырманы әзірлеуде білім алушылардың жеке және ерекше білім беру қажеттіліктері қалай ескеріледі? Қорыта айтқанда, сонда бізде 3 негізгі критерий қарастырылған: мақсат, оқыту әдістері, тапсырмалар. Яғни мақсат оқу мақсаты немесе мақсаттар оқу бағдарламасына сәйкес келеді, сабақ мақсаты оқу мақсатына сәйкес келеді, сабақтың мақсаты смарт форматында ойлау дағдыларының деңгейіне сәйкес тұжырымдалған. Оқыту әдістері оқу мақсатына қол жеткізуге мүмкіндік береді, барлық білім алушыларды оқу процесіне тартуға ықпал етеді. Оқушыларды жеке немесе ерекше білім беру қажеттіліктеріне сәйкес оқытуды қарастырады. Және тапсырмалар кезеңі оқу мақсатына қол жеткізудің бағалау критерийлері мен ойлау дағдыларының деңгейлеріне сәйкес келеді. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға бағытталған, оқушыларды жеке және ерекше білім беру қажеттіліктеріне сәйкес келеді. Осы ақпараттар сізге КМЖ құруда негізгі критерийлер болып саналуы тиіс. Кәделеріңізге жарасын. Менің каналыма жазылып, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз.